Биыл жазғы Олимпиада ойындары Парижде өтпек, ал 2028 жылы Лос-Анджелесте өтеді. Бұл екі қала қалай таңдалды дейсіз бе? Өте оңай. Олимпиада ойындарын өткізуге осы екі қала ғана өтініш берген. Әлемнің басқа қалалары бұған қызығушылық танытпады. Жыл сайын Олимпиаданы өткізгісі келетін қалалар азайып барады. Бұл Олимпиада қызық болмай кеткендіктен бе, әлде мәселе басқа нәрседе ме? Олимпиада ойындары үлкен масштабты халықаралық спорт жарыстары, және бұндай ауқымды іс-шараны өзінде өткізу үшін көптеген қалалар халықаралық Олимпиада комитетіне өтініш беретін. Бірақ 1984 жылғы ойындарды өткізуге ешбір қала өтініш бермеді. Өйткені соңғы болған Олимпиада ойындары сәтті өткен жоқ. 1968 жылы Мексикада Олимпиада ойындары өтіп жатқанда, елде болып жатқан жергілікті саяси демонстрациялар зорлық-зомбылыққа үлесіп кетті. Ал 1972 жылы Мюнхенде Олимпиада кезінде теракт болып, Израильдің Олимпиадалық құрамасының 11 мүшесі қаза болды. Бұл туралы кейін фильмде түсірілген. Бұл оқиғалардан кейін көбісі Олимпиаданы өткізу саяси қауіпті болуы мүмкін деп уайымдады. Ешкім қызығушылық танытпағандықтан, халықаралық Олимпиада комитеті тығырыққа тірелді. Бірақ Лос-Анджелес қаласы 1984 жылғы жазғы Олимпиада ойындарын өткізуге ұсыныс берді. Тек оның өз талабы болды. Лос-Анджелес көп қаражат жұмсағысы келмеді. Сондықтан ол Олимпиаданы өткізу үшін жаңа ғимараттар құрастырмай, бұрыннан бар алаңдарды қолданамыз деп шешті. 1984 жылғы Олимпиада ойындары жоғары деңгейде сәтті өтті, және ең бастысы артық шығындар болмады. Бұдан кейін басқа қалалар ойындарды өткізуге қызығушылық таныта бастады. 1992 және 1996 жылы 6 өтініш берілді. 2000 жылы 8 және 2004 жылы 11 өтініш жіберілді. Ойындарды өткізуге тілек білдірушілер көбейіп, комитеттің беделі де қайта қалпына келді. Лос-Анджелестің моделін қолданудың орнына олардың талаптары өсе бастады. Сондай-ақ 2020 жылға дейін комитет жарыстар қатарына жаңа спорт түрлерін енгізе бастады. Бұл өтініш беруші қалалардан тиісті алаңдардың болуын талап етті. Талаптарға сай болу үшін қалалардың үлкен қаражатқа жаңа алаңдар салудан басқа амалы болмады. Мысалы, Сидней 15 жаңа нысандар құрастырды, Афина 22, ал Бейжің 12 жаңа нысан тұрғызды. Осы барлық жаңа нысандарды құрастыру Олимпиада ойындарын өткізуді өте қымбат затқа айналдырды және өз салдарын тудырды. Мысал ретінде Грецияның Афина қаласында 2004 жылы өткен ойындарды келтіруге болады. Бұл Олимпиаданың құны 15 миллиард доллардан асты. 2004 жылдың басынан бастап Олимпиада ашылғанға дейін Афинада ойындар өткізуге қатысты даулар басталды. Наурыз айынан бастап біз Олимпиадаға қатыспаймыз деген ұранмен наразылық акциялары өтті. Сонымен қатар ойындар баспасөзде сынға алынды. Ең көп шағымдар үлкен шығындарға, сондай-ақ қауіпсіздік шараларын шектен шығуына қатысты болды. 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткен Олимпиада артық шығынсыз болмады. Олимпиаданы ұйымдастыруға 13,1 миллиард доллар жұмсалды. Бұл Олимпиада ойындары да халықтың наразылығын тудырды. Қала ішінде логистика мен қоғамдық көліктер бойынша көптеген жұмыстар жүргізілді. Қаланың кедей аудандарын орталықтан бөліп тастады. Арнайы 27 жаңа нысандар салынды. Оның жартысы Олимпиададан кейін қараусыз қалды. Бірақ соңғы жаңалықтарға сенсек, бұл нысандар жақын арада мектеп және спорт пен дене шынықтырумен айналысуға арналған қоғамдық орталықтар ретінде қайта ашылмақ. 2018 жылы Оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласында өткен қысқы Олимпиада ойындарының шығыны көп болды. Ойындар үшін арнайы 109 миллион долларға үлкен арена салды. Бірақ ол стадионды 4 рет қана қолданып, Олимпиададан кейін оны бұзады деп жоспарлаған. Аренаның бұзудың себебі ол орналасқан аймақта шамамен 40 мың адам тұрады, ал аренаның өзі 35 мың адамға арналған. Ойындар аяқталғаннан кейін стадионды толтыру үшін осы аймақта тұратын әрбір дерлік адам іс-шараға қатысуы керек еді. Қазір бұл жерде қолданылмай қараусыз қалды. Тағы бір рет еске сала кетейік. 109 миллион доллар. Ең қымбат Олимпиадалар 2008 жылы Бейжіңдегі жазғы және 2014 жылы Сочидегі қысқы Олимпиада ойындары болған. Қытай 2008 жылғы ойындар үшін 40 миллиард доллар, ал Ресей 51 миллиард доллар жұмсады. Бірақ аналитиктер бұл екі мемлекет осындай шығындарды көтере алатын жағдайда деген айтпақшы. Бізде өткен 2011 жылғы қысқы Азияда ойындары есіңізде ме? 7-ші қысқы Азия ойындары Алматы мен Астана қалаларында өтті. Бұл ойындарды өткізу үшін Астанада арнайы алау мұз айдыны, Сарыарқа велотрегі, Алматыда К95 және К125 шаңғы трамплиндерінің кешені салынды. Сондай-ақ Алматыдағы Медеу биік таулы спорт кешені, Шымбұлақ тау шаңғы базасы мен Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында қайта жөндеу жұмыстары болды. Азиаданы ұйымдастыру үшін Қазақстан 1,1
$165 миллиард доллар, яғни 233,5 миллиард теңге жұмсады. Спорт нысандарын салдыру үшін қазынадан 30,48 миллиард теңге бөлінген, бірақ кейін ол 132 миллиард теңгеге дейін өсті. Олимпиада ойындарынан кейін қолданылмай жатқан нысандар жеткілікті. Афинада арнайы салынған нысандар, Бейжіңдегі стадион, Рио-де-Жанейроның Олимпиададан кейін қалған 27 нысандардың 12-сі қазір пайдаланылмайды. Осы сияқты текке кеткен үлкен шығындарды ешкім қалап тұрған жоқ. Сол себепті Олимпиада ойындарын өткізуге өтініш берген қалалар саны жылдан жылға азайып барады. 2004 жылғы ойындар 12 қалалардан өтініш жинаса, 2020 жылғы ойындар 5 өтініш қана жинады, ал 2024 жылғы Олимпиадаға бастапқыда 6 қала өтініш берген. Бірақ жергілікті халықтың Олимпиада өткізуге қарсылық білдіргендіктен көбісі өтініштерін кері қайтарып алды. Ақыры 2024 жылға небары 2-ақ үміткер болды: Париж бен Лос-Анджелес. Осы жолы халықаралық Олимпиада комитеті әдеттен тыс әдіс қолданды. 2024 жылғы ойындарды Парижге, ал 2028 жылғы ойындарды Лос-Анджелеске тапсырды. Бұлай жасаудың нақты бір себебі бар. Комитет 2028 жылы Олимпиада өткізуге ешкім де өтініш бергісі келмейді деп қорықты. Қазіргі кезде комитет Олимпиада өткізуге өтініштерді қабылдауды тоқтатты. Олар енді нақты қалаларды таңдап, Олимпиада өткізу бойынша келіссөздер жүргізіп жатыр. 2026 жылғы қысқы ойындары үшін Италияның Милан және Картин қалалары, ал 2032 жылғы жазғы ойындар үшін Австралияның Брисбен қаласы таңдалды. Ендігіден Олимпиада ойындарын өткізу үшін тұрақты бір жерді таңдау керек дейтіндер бар. Кейбірлері бұл үшін Олимпиаданың тарихи үйі Грецияны лайықты таңдау деп санайды. Тағы біреулері Лос-Анджелесті ұсынады. Себебі мұнда керекті нысандардың барлығы бар. Және кезінде ұйымдастырған олимпиадалары сәтті өткен дейді. Тұрақты қаланы анықтау үлкен шығындар мен қарыздардан, қараусыз, бос қалған нысандар мен ойындардың қоршаған ортаға деген зақымын болдырмайды деп үміттенеді.